Оқушы цифрлары қайталанбайтын бір үш таңбалы сан ойлады. Ол сан үш сөзден тұрады. Үш сөзден. Және оның жазылымдағы әр сөздің алғашқы әрпі бірдей. Оқушының ойлаған сан екі есе артық санға екіні қоса қай санның квадраты шығады. Сұраққа кейін келейік. Бірінші мына шарт. Цифрлары қайталанбайтын үш таңбалы сан. Мысалы 235-тің цифрлары қайталанбайды. Бірақ ол үш сөзден тұру керек. 200 деген 200. Сосын 30, сосын 5. Мынау 4 сөзден тұрады. Бізде 3 сөзден тұру керек. Мысалы 546, 546. Тағы да 4 сөзден тұрады. 3 сөзден тұратын 3 таңбалы сандар тек қана 100 бір нәрсе деп басталады. Мысалы 175. 175. 3 сөзден тұрады. 170 және 5. 3 сөзден тұрады. Я? 3 сөзден. Бірақ әр сөздің алғашқы әрпі бірдей. 170, бірақ Б, Ж, Ж, Б. Мынада Ж болу керек, иә? Осы санды тауып алу керек. Сосын ойлаған сан екі есе артық санға, оны екі еселеу керек та, екіні қосып, мыналардың қайсының квадраты шығатынын табу керек. Осы. Ары қарай осы шарт бойынша өзіңіз іздеп көріңіз. Берілген сандарды өсу ретімен орнатыңыз. Өсу ретімен деген сөз ең кішкентайын, сосын орташасы, сосын үлкен жазыңыз. 1, 2, 3 мысалы өсу ретімен тұр. Иә? Енді мына екеуін салыстыруын көрсетемін, сіз қалған екеуін өзіңіз салыстырасыз. Енді қараңыз. 22-ның 22 дәрежесін 22-ні өзіне 22 рет көбейту. 22 көбейді 22, көбейді 22, көбейді 22, 22 рет. Ал 2-ның 222 дәрежесі ол 2-ні өзіне неше рет көбейту? 2-ні өзіне 222 рет көбейту. 222 рет көбейту. Егер мен бұны былай 2-2-ден топтасам, иә? 2-2-ден топтасам, онда менде неше топ шығады? Менде 111. 111 топ шығады. 111 рет неше? Екі жердегі 2 4. Яғни 2-ның 222 дәрежесі дегеніміз 4-тің 111 дәрежесімен бірдей. Өйткені 4 ол 2-ның квадраты. Егер 2-ның квадратын 111 рет қайталасақ, яғни 2 штук 2-ні 111 рет қайталасақ, онда 2-ні біз 222 рет қайталадық деген сөз. Енді қараңыз. 111 рет 4-ті қайталау деген сөз 4 көбейту 4 көбейту 4 көбейту 4 көбейту 4 көбейту 4 111 рет 4-ті қайталау деген сөз 111 рет. Ол 3-3-тен топтасақ, 3-3-4-тен топтасақ, 3-3-4-тен топтасақ, 111 саны 3-ке бөлінеді. 37 рет. 37 рет 4-тің 3 рет қайталануы. Яғни 4-тің кубы 37 рет қайталанады. 3-ті 37 көтсек 111 шығады. Яғни 4-тің кубын есептесек, 4-ті 3 рет көбейту, ол 64. Яғни 64-тің 111 рет қайталануы, ол 2-ның 222 рет көбейтілуімен бірдей. 64-тің 37 рет көбейтілуі, 64-тің 37 рет көбейтілуі. Ол 2-ның 222 рет көбейтілуімен бірдей. Демек, 22-ның 22 дәрежесімен біз 2-ның 222 дәрежесінің орнына 64-тің 37 дәрежесін қойып салыстырам. Әрине, мына сан үлкен. Себебі мынау 22 рет көбейтіледі. А мынау 64, ол уже 22-ден үлкен, және ол 22 рет емес, ол 37 рет көбейтіледі. Сондықтан мына саннан үлкен. Яғни мынау мынадан үлкен болса, мынадан кейін тұру керек. Енді мына екеуін салыстыруды өзіңіз қарап көріңіз. Осындай бір салыстыру сияқты болды, иә? Бұл жерде дәрежелерін бірдейлестіру, квадратқа келтіру арқылы салыстыруға болады. Келесі сәтте суретте берілген текшенің, мына кубтың барлық беті боялған, яғни үсті боялған, үстін бояп тастаймыз былай. Оң жағын бояп тастаймыз. Сосын алдын бояймыз, артын бояймыз, сол жағын бояймыз, астын бояймыз, барлық бетін бояп тастасақ, тек екі жағы боялған қанша кішкентай текше бар. Екі жағы деген сөз қараңыз. Мысалы, мынаның міне алды және оң жағы боялады, үсті, асты бітеу, ар жағы. Мынау да дәл сияқты, міне алды мен сол жағы боялады, арты біз көрмейтін. Осындайлар нешеу дейді, мысалы мынау. Мына жер және мына жер боялады, жан жағы ашық. Мынау жатпайды, себебі бұның үш жағы боялады. Қараңыз, мына жері, мынау үш жағы боялады. Сондықтан бұл жатпайды. Мыналар ғана жатады. Мынау. Осындайлар нешеу екен санау керек. Ал мынау кем дегенде бір жағы боялған. Кем дегенде бір жағы боялған деген сөз, кем дегенде ол минимум бір жағы боялған. Яғни хотя бы бір жағы боялған. Яғни бір жағы боялғанын санайсыз, екі жағы боялғанды санайсыз, себебі оның кем дегенде бір жағы боялған. Үш жағы боялғанды санайсыз. Осындайлардан неше кішкентай текше бар екен айту керексіз. Онда бір несі бар, бұл сұрақтың да мұқият болмасаңыз қате жіберуіңіз мүмкін. Сондықтан өте мұқият ойлаңыз. Мынарда барлығын бояғанда біз барлық текшелер, мына кішкентай текшелердің барлығына қолымыз жете ме? Сол нені қолданыңыз, жақсы ма? Ары қарай. Берілген кітаптың дәл ортасынан бірнеше жұп бет жұлынған. Мынарда ортасынан бірнеше жұп бет жұлынған, иә? Кітапта басында қанша бет болған?
енді кітапта қанша бет, мынау дәл орта болса, онда оң жағында қанша бет болса, сол жағында сонша бет бар деген сөз. Дұрыс па? Енді 84-тің астында 83 бет бар ғой, дұрыс па? Бірінші беттен бастасақ, 84-тің астында 83 бет бар ғой астында. Онда мынаның да астында 83 бет болу керек, себебі оң жағы мен сол жағы бірдей. Егер мынаның астында 83 бет болса, 115-ке 83 қосыңыз. Сол кезде мына кітапта қанша бет болғаны шығады басында. 377-ші есепке мынандай сілтеме берейік, қараңыздар. Мынарда К ол 0 мен 1-дің ортасындағы сан. L 1 мен 2-ның ортасындағы сан, M 2 мен 3-тің, N 3 мен 4-тің арасында. Әр бір аралық бірге тең. Мысалы 3 мен 4-тің арасы бір бірлік. 2 мен 3-тің арасы бір бірлік, 1 мен 2-ның арасы бір бірлік, 0 мен 1-дің арасы бір бірлік. Енді мынарда ол мына бір бірлік нешеге бөлінген? 1, 2, 3, 4, 5-ке бөлінген. Мына бір бірлік 5-ке бөлінген сөз, мына әр қайсы 5-тен 1. Мынау 5-тен 1, мынау да 5-тен 1, мынау да 5-тен 1, мынау да 5-тен 1, мынау да 5-тен 1. Мынарда керісінше олар 4-ке бөлінген. Демек олардың әрқайсысы 4-тен 1. Мынарда 3-ке бөлінген. Онда өзіңіз ойлаңыз, нешеден 1 екен, иә? Енді n сол 5-тен 1-дің екеуі, яғни 5-тен 1 қосу 5-тен 1 деген сөз, яғни 5-тен 2. n ол 5-тен 2 3-тен кейінгі тұрған. Демек n ол 3 бүтін 5-тен 2. n ол 3 бүтін 5-тен 2. Ал m болса ол 2-ден кейін тұр. Демек ол 2 бүтін, мынара нешеден дедік? 4-тен 1 дедік. 4-тен 1-дің нешіншісі m? 4-тен 1-дің 1, 2, 3-шісі. Демек ол 4-тен 3. 2-ден кейінгі 4-тен 3 ол 2 бүтін 4-тен 3. Осылай мына L K-ны тауып, мынаға қойып есептеңіз.